Сіздермен бүгін біз сіздермен Корей ұлттық тағамы пигоди дайындаймыз. Оған бізге 700 грамм ұн керек, 400 мл жылы су керек, 36 мл сұйық май керек, 3 грамм қант, 7 грамм дрожжи, 6 грамм тұз. Енді біз осы пигодиді дайындай бастаймыз. Енді жылы суымызды құямыз, 400 мл. Одан сұйық май қосамыз. Одан қант қосамыз. Тұз қосамыз. Енді соң дрожжи қосамыз. Осының бәрін араластырамыз. Енді араластырып, ерігеннен кейін ұнын араластырамыз. Енді бәрін осыны араластырдық, енді ұнымызды араластырамыз. Сосын осыны 1 сағатқа жылы жегіп қойып қоямыз. Бұл 1 сағат көтерілгенше біз оның начинкасын дайындаймыз. Біздің жаңағы начинкамызға пигодидің 800 грамм капуста, 600 грамм фарш, 250 грамм лук, кубикпен турайсыздар, соломка турайсыздар. Осыған 1 қасық без горки тұз, столовая ложка и 1 чайная ложка бұрыш саласыздар. Енді осының бәрін жартылай қуырып аламыз. Тестамызды 18 бөлікке бөлдік көтерілгеннен кейін. Ана қолға жабыспау үшін теста дайын болғаннан кейін сұйық май жағасыздар. Сосын бөлесіздер 18 штукқа 60 граммнан. Мынау начинка дайын. И мынау піскеннен кейін корейский салат морковь саламыз үстіне. Көтерілді, жаңағы 18 бөлікке бөлген. Енді 60 грамм тестамызға қатайтып 36 грамм начинка саламыз. Оны лепиттау үшін біз міне былай аласыздар, сосын былай косичка қылып лепиттай бересіздер. Осылай лепиттамыз шықты. Сосын манталар конструк қоя береміз. Дәмді болсын, міне біздің пигодиіміз дайын болды. Менің парақшамнан өтіп подписка жасаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Қолдағаныңызға рахмет.